армысыздар, сіздердің каналына қош келдіңіз. Біз бүгін циркқа бардық. Маған өте ұнады, өйткені көп опасный трюктар болды. Және бір адам, ол сіз сосын көресіңіз, мен сізге айтпаймын. Маған өте ұнады, біз бәріміз бардық. Малика, Адилхан, мен бәріміз бардық. Міне біз, мен, Малика и Адилхан. Мына жерде баттерфляй танец осындай. Ол өте әдемі қыздар, фонарниктер сондай қосылады, өте әдемі. Маған сол қатты ұнады, өйткені ол өте әдемі болды, және фонарниктармен бомба. Міне, мына жерде бір қыз, ол кішкентай қыз, ол сондай воздушный гимнастика сол қыз, өте әдемі болды. Көп опасный трюктар болды. Мен сізге оны айттым. Міне де опасный трюк. Мынаны ешкім қайталай алмайды, өйткені ол опасный трюк. Құлап кетуге болады. Міне опасный трюк, қолсыз. Вау. Вот. Шпагат в воздухе. Ладно. Вот. Біз бәріміз оны жақсылап көрдік, не істеп жатқанын. Міне, осындай. Мынау уже следующий трюк, ол отпускается. Мынау клоун сондай. Веселый клоун, біз одан шарик сатып алдықтан. Сосын о машинада жарылды. Сондай опасный трюк тағы да. Смотрите просто. Вау! Бәрі көріп жатты. С радостью көрді бәрі. Неше адам келді, шу болды. Сосын сондай картина. Вот. Қазір мынау птица оживляться болады. Типа сондай оживет. Просто как? Қалай? Қазір сол птицаны ұстап алады. Міне, мынау құлағынан монеткалар шығып жатыр. Мынау баланың құлағынан монеткалар шығыпты. Екінші құлағынан монетка шығыпты. Способ заработать деньги. Мұрнан да шықты ғой. Көтенінен де шықты ғой. Вообще. Енді көп ақша. Қалай? Енді мынау салфетка жанды да. Не болады? Птица шықты. Вау. Но Адилхан машинада айтты, что бұл не настоящий птица. Қазір мынау баланы кеседі. Просто взрыв мозга болады ғой. Сол кеседі, соны... Это вообще... Нет, ол солай без стульчиктардан сол қыз бала жатады. Да, вообще. Осылай екінші стульчикті қазір алып кетеді. Вот так вот как-то. Все, енді мынау қыз бала қазір тұрады. Осындай кішкентай қыз. Как просто взрыв мозга. Может, это полотенце какое-то волшебное. Магия вне Хогвартса. Ладно, қазір мынау қыз
помощниктасы мынаны қазір көресіңдер. Просто взрыв мозгада болады. Ол қазір мынау кубтың ішіне кіреді де, мынау ол мечті тығады. Просто, да, вообще. Но мне кажется, это какой-то защитный слой или меч, который перегибается вот так вот. Нажимаешь, и он вот так вот перегибается. Мне кажется, это вот так вот. Сондай. Все. Ему дают меч. Здесь есть красная дверка и синяя. Вот. Оған көп мечтер беріп отырады. Біз көргенде сол театрдағы фокустарды бізге көп адамдар бастарымен осылай істеп бізге көрінбеді. Мынау цирк Шапито деген атауы бар. Вот. Да, взрыв мозга. Хотя нет, не туда и перегибающий мечтар. Өйткені қараңдар. Ішінде бар мечтар. Қандай фокус? Қалай ойлайсыңдар? Комментарийға жазып кетіңіз. Птица қалай оживла. Вот. Қалай сол мечтар он басына тігілмеді. Соны бәрін комментарийға жазып кетіңіз. Міне көп палочкалар сондай. Біз, кстати, хотели полетать на какой-то штучке, бірақ очередь көп болды, да, біз не успели. Жаль. Қазір сол қыз бала шығады. Қыз бала емес, осындай қыз шығады, и она жива. Просто взрыв мозга. Еще сондай какой-то танцующая пружина сондай болды. Ол көп рет танцевал, ол динозаврик қазір. Сондай көп танецтер, мен білмеймін қалай олар соны істеді, өйткені ол және осылай как-то вырастать етті. Вот. Мынау екінші воздушная гимнастка. Мына жерде 3 воздушный гимнасткалар, 2 бала и 1 сондай взрослый. Или 4, не знаю. Мынау қыз қазір сон веревкалармен трюктар істейді. Вот. И как им вообще не страшно, я вообще не понимаю. Но этот трюк, она қыз балада бірінші воздушный гимнастикада болды. Қалай ол соны істеді. Мен оны бәрін түсірдім. Вот. Біз, кстати, попкорнмен сок сатып алдық. Міне сондай веревкаларда танец, ну, болды, кажется. Или болған жоқ. Вот. Это тоже шпагат. Это тоже сондай опасный трюк. Вот. Өйткені ол қолымен веревканы ұстап отырған жоқ. Неше рет сол қыз қылады, чтобы соны научиться, я не знаю. Вот. Он нарядынан көп блеска қылады. Міне, көп мынау театрда көп опасный трюктар болды. Міне енді гимнастка бітті, енді сондай танец қамшы кнут. Міне ол да опасный трюк. Өйткені ол қатты ұрады, шум болды сондай. Міне осылайда қазірда сондай опасный трюк болады. Міне қараңыз. Ол қазір
Міне сондай опасный трюк, бәрі шапалақтап жатыр. И міне Розаны сондай қайшылап ұстады да ма, сондай. Этому трюку Николя учился Міне 5 лет. тағы да ол қазір көзі жұмы, мынау полотенцеді ма солай ұрады. Қыздың қолына тиіп кетпесе де болды. Пожалуйста, тише. Міне Есть! ура! Ол тоже опасный трюк. Осылай болды. Енді қызыл сондай полотенце тағы да отып өтті. Енді ол қазір бокалды ашады қазір, көріңіз. Ол близко емес, ол қазір оны ашып ұстайды мынау қамшымен. Болды. Енді мынау да воздушная гимнастика уже 3-ші, оған 6-7 жас, ол 1-ші класста. Осылай. Ол 1-ші класста, сондай қыз да Маликамен жасты. Ол шашымен осылай тұр. Мені көтеріледі да, сондай фокустар көрсетеді. Офигеть, какая она гибкая. Вау, просто шок. Бомба. Сондай гибкий қыз. 6-7 жаста ма? Осылай. Енді сондай Майкл Джексон. Ол сондай кругляшочектарда балансировать етіп тұр. Ол да опасный трюк, өйткені ол өте страшно. Ешкім да солай не повторил. Қазір уже 2 сондай круг болады. И ол тағы да мінеді да құламайды. Вау. Осылай балансировать етіп тұр. Енді оның қолына бір дөңгелек сондай кругтар берді и болды. Енді мынау клоундар қазір мынау адамды, ол цирктан бір адамды шақырды да, и қазір оған пранк істейді. Типа пышақтармен атады. Ол пранк еткені қараңыз. 2-ші клоун артынан тұрда, шарикті алып алады да, сосын пышақты тығады. Мынау да опасный, очень опасный трюк. Маған бәріне ұнады, өйткені ол самый крутой трюк мынадан. Сондай адам шықты да, отпен солай трюктар көрсетеді де, вау. Когда сол трюктар болды, выполнять етті, бізге немножко жарко болды, сондай. Енді қазір қаран, самый опасный трюк, ол отты аузына тығып жатыр. Это сумасшедший, что ли? Вот. Көбірет, вау, просто. Что это за сумасшедший? Вот. Очень круто. Қалай оған больно емес, вау, просто бомба. Маған өте ұнады. Сіз нешінші рет циркке бардыңыз? Мен 1-ші рет циркке бардым. Осылай. Комментарияға жазып кеттіңіз. Енді біз видео көп түсіреміз. Сізге көңіліңізді көтереміз. Солай. Мен каналыма да тіркеліңіз. Өйткені мен бір подписчик жинап отырмын. Мен каналым Мадина Стар. Білесіңіз. Енді мынау адам қазір гантеля көтереді. Гантеля көтеретте бір гантеляға ұрады. Осылай. Бірақ ол бәрін ұстап тұрды. Енді қазір ол
гвоздиларға, ана жерде гвозди тұр ғой. Қазір. Тағы да қазір мынау адам выступать етеді, отпен бәрін істейді. Енді біз осылай шариктар бізге берді, біз сатып алдық. Маған розовый, Марикаға зеленый. Өйткені Мариканың любимый цветі зеленый. Вообще розовый шарик был самый последний. Ладно, комментарии жазыңыз, лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз. Қай жер сізге ұнады, қай жер сізге ұнамады, соны комментарияға жазып кетіңіз. Сау болыңыздар.